Жалпы кәсіпте жүргенмен 8 жылдай тәжірибем бар. Үлкен СНГ-де бірінші орын алатын. Глобус деген шпаргалка болатын еді кезінде. Глобус бар. Яғни мен 64 теңгеден алып, мынаны 3000 теңге сатып отырмын. Тиын теңгеден құралады. Аз нәрседен бастауға қорықпаңыздар. Мынандай формула бар да, тек көр, 8 рет отказ алуға дайын тұр. Сол себепті ешқашан өздеріңізге потолок қоймаңыздар. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз YouTube платформаға кіргелі жатырмыз. Яғни дәл қазір достар біздің YouTube каналына қосылыңыз және қоңырау шалды тез басыңыз. Жуырда YouTube каналында біз керемет сіздерге пайдалы видеолар беретін боламыз, достар. Өйткені осы уақытқа дейін, достар, мен қазақша аудиторияда, яғни қазақша пайдалы видеоларды шыны керек байқамадым. Мүмкін бар, бірақтан да көп емес, иә. Сол себепті осы біз YouTube каналында, достар, сіздерге бизнес лайфхактар, және де кәсіпті қалай ашу керек, және де үкімет тарапынан кәсіпке деген қандай қолдау бар, яғни орысша айтады, поддержка деген сияқты. Сол туралы видеолар көрсететін боламыз. Және де сіздер өздеріңіз білесіздер, мен жақында, достар, жаңа лауазым алдым. Шымкент қаласының мәслихатының жаңа депутаттардың бірі болдым. Сол депутаттың міндеттері туралы видеолар түсіретін боламыз. Жалпы бүгін бірінші видеода, достар, мен өзім туралы айтып өтейін, өйткені каналға жаңадан кіріп жатқан адамдар бар, мен танымайтын адамдар бар. Есім Тұран Абжанов болады, Шымкент қаласының тумасы болып келем, жас кәсіпкер болып келем қазір таңда. Неге жас? Өйткені жасым 25-те, достар. Жалпы кәсіпте жүргенмен 8 жылдай тәжірибем бар. 17 жасынан бастап кәсіпте жүрмін. Яғни көптеген бізде қателіктер болды, достар. Яғни факап дейді ғой. Өте көп факап болды осы бизнес бастайтын кезде. Сол факаптарды сіздер жасамасын деп, сіздер кәсіп бастайтын кезде оңай бастасын деп осы YouTube-қа біз шыққалы жатырмыз. Жалпы өзім қазір таңда 6 компанияның бас директор болып келем. Осы компаниялар туралы жуырда сіздерге әрқайсысын жеке-жеке көрсететін боламын. Бүгінгі видеода ол 6 кәсіптің біреуі, яғни әлемдік компания, үлкен СНГ-де бірінші орын алатын, және де фитнес клубтардың арасындағы фитнес индустрияда бірінші орында келатқан 27 жылдық тарихы бар компания, яғни ол World Class фитнес клубы. Осы фитнес клуб World Class туралы қалай ашылды, қандай қиындықтар болды, сол туралы сіздерге көрсететін боламын. Жалпы және де өзімнің бастаған ең алғашқы кәсіптерді көрсетемін. Сол себепті видеоны тамашалаңыздар, видео сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Және де әрқашан бізден сіздерге осындай керемет контенттер беретін боламыз. Сол себепті, достар, осы YouTube каналын тамашалап, әрқашан көріп отырыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Ал енді кеттік. Мына шпаргалкаларыңыз қанша? Бұл 5 теңге. Ол 500 теңге ма? Жақсы. Мыналар 1000 теңгеден. Глобус деген шпаргалка болатын еді кезінде. Глобус бар. Осы глобус қой? Глобус бар. Прогресс бар. Так, онда маған бір мынандай беріңіз, дүниежүзі тарихы. Бір маған оқу сауаттылығын бер. Оқу сауаттылығын берсеңіз. Осы екі шпаргалканы алайық. Қанша теңге болды? 1,5 теңге болды. 1,5 теңге болды ма? Достар, көпшілік менен сұрайды, сенің ең бірінші бизнесің қандай деп. Ең бірінші бизнесім, достар, мен 17 жасында бағана бастадым деп айттым сіздерге. Сол бизнестердің бірі ең бірінші осы, яғни кітап, шпаргалка сату. Мен өзім оқушы кезінде 11 сынып оқитын кезде Шымкент қаласында Зерде деген курс болатын. Сол Зерде курсында оқитын кезде мен ең бірінші осы шпаргалканы сатып бастадым. Яғни 2000 теңгеден алып 3000 теңгеге саттым бірінші, одан кейін 1500 теңгеден 1200 теңге, 1000 теңге алып 3000 теңге саттым. Яғни зерттей келе өзінің бизнесте unit economy деген нәрсе бар, яғни себестоимость деген нәрсе. Каждый раз менде себестоимость азая бастады. Сөйтіп зерттей келе, яғни мен өзім осы нәрсенің производствосын бастадым. Яғни қараңыздар, достар, бизнесте жалпы продажада 3 түрі бар. Ол бірінші посредничество, яғни біреудің затын алып сатып бересің. Екінші продажа, яғни өзіңнің затыңды сатасың. Осы мысалы дүкен сияқты. Үшінші, яғни производство. Мен сөйтіп зерттей келе осы шпаргалкаларды алдым да типографияға бардым. Бізде Шымкент қаласында өздеріңіз білесе, гарант деген жер бар. Сол гарантқа электрон жазыптым. Сөйтіп та типография айттым. Маған бір шпаргалканы жасап бер дедім. Яғни типография маған айтты, 2 күн уақытыңыз беріңіз, онан бәрін есептеп берейік деді. 2 күн ішінде барлығын есептеп берді. Сөйтіп маған типография жауап берді. Менің бір шпаргалка себестоимостым, достар, 64 теңге болды. Яғни мен 64 теңгеден алып, 3000 теңге сатып отырдым. Оскара! Сөйтіп по всему Қазақстану, яғни қамтамасыз етіп отырдым. Ол Самал базар автовокзалда. Яғни осындай 17 жасында кәсіп бастадым. Инсайт қандай, достар? Инсайт ең бірінші бастау. Яғни идеальное время никогда не будет. Яғни сіз мысалы көп адам айтады, Қазақстанда кризис дейді. Ол кризис қашан бітті? То есть 2008-де кризис, қазір коронавирус кризис, қазір карантин, дұрыс па? Поэтому ешқашан ертеңге қалдырмаңыз. Яғни еріншектің ертеңі бітпес дейді. Және де екінші инсайт, достар, тиын теңгеден құралады. Аз нәрседен бастауға қорықпаңыздар.
самый главный дұрыс нәрсе бастау. Мен бұл нәрсені бастадым, одан кейін кітап саттым, ручка саттым. Сол себепті бұл нәрсе бастағанға өкінбеймін, және де ең бірінші кәсіпке алып келген мені, яғни осы нәрсе. Мен оқушы кезімде, яғни осы нәрсені айналыстым, және де бүкіл Қазақстанға осы НТ-ға байланысты, яғни ОБТ-ға емтиханына байланысты барлық нәрсені сатып отырдым. Жалпы осы видеоны көпшілік қазір көреді, яғни жасы кішкентай, яғни 16-17 жасар видео көру мүмкін адамдар, азаматшаларымыз, немесе 20 жастан астам адамдар көру мүмкін. Мен просто бұл видеода айтқым келіп отырған достар, яғни кәсіп цифрге қарамайды. Мен 17 жасымнан бастап кәсіп бастадым. Осыны кітап саттым, Сол себепті, егер сіз видео артына көріп отырған адамдар 17, 16, 18 жаста болсаңыз да, кәсіпте цифрге қарамаңыз, яғни кәсіп деген қарамайды. Сіз 50 жаста болсаңыз да, 20 жаста болсаңыз да кәсіпті бастауға болады. Тек қана бастау. А что, так можно было, что ли? Сол себепті достар, осы Самал базарда менің тарихым басталған. Сондықтан да тамашалаңыздар, дальше кеттік. Кәсіп бастадым, жүрмей жатыр дейді. Оның барлығына мен көптеген өзім банкрот болған кезде, болмаса көптеген ойланған кезде сол сұрақтың жауабын іздей келе таптым да. Ең бірінші адамдар банкрот неден болады? Не үшін кәсіп бастап жүрмей кетеді? Өйткені ол білімсіздіктен. Яғни, мынандай формула бар да, табыс, білім екеуі параллельно жүреді. То есть сенің білімің қаншалықты арттырады бизнесте, яғни бизнес саласында, сенің табысың соншалықты арттырады. Поэтому екеуі параллельно жүреді. Яғни инсайт қандай достар? Инсайт әрқашан білімдеріңізді, яғни сіздер қараңыздар, киімге аласыз ақша дұрыс па? Бір 80 мың теңге, 100 мың теңге, болмаса телефон аласыздар, там 500-600 мың теңге қанша тұрады қазір телефон, мысалы айфондар. Кез келген машина аласыз да, бірақтан өзіңізге білімге инвестиция салмайсыз. Ол өте көп қателік деп ойлаймын, өйткені көптеген успешный адамдар дейді ғой, сәттілік жеткен адамдар, олардың барлығы әрқашан әрдайым оқиды. Мен өзім қазір мысалы 4 миллион теңгеден астам ақша өзіме білімге инвестиция салғам. Қазір әлі де салудамын. Сол себепті әрқашан оқып жүріңіздер. Осы нәрсе сіздерге әрдайым көмектеседі достар. Кәсіпті бастауға, банкрот болмауға, және де өзіңіздің, яғни мынау сенімділік дейді, яғни орысша айтқанда уверенностьті көтереді. Және де екінші формула бар достар. Бағана YouTube'да мен айтып өтейін. Бұл YouTube'да достар ешқандай су ақпарат болмайды, тек қана пайдалы ақпарат тұрады. Екінші сіздерге формула, бұл жерде достар қараңыздар, кәсіпті бастайды, неге көбісі жүрмей кетеді? Өйткені мынандай формула бар, ол формула мен өзім тапқан формула 10-да 8. Қандай формула ол, 10 рет сен, яғни істеп көр, 10 рет істеп көр, 8 рет отказ алуға дайын тұр. Түсініңіз ба? 10-да 8. 2-ақ ретке, яғни сенде возможность болуы мүмкін. Ол неге? Мысалы қараңыздар, факттер бар, KFC компаниясы 1006 рет па, 1040 рет па сондай істеп көрген, инвестормен келіскенде, қанша рет отказ алған. Бір-ақ рет ода мүмкіншілік болған. Стив Джобс, мысалы, Apple компаниясы қанша рет мысалы банкрот болды, қанша рет мысалы пробовать етті. Біз мысалы, мен мысалы осы 6 кәсіпке бару үшін менде қаншама факаптар болды, қаншама рет мысалы банкрот болды, қанша рет қателік жасадым. Поэтому неге барлық бизнесмен болып кете алмайды? Яғни бизнес деген нәрсе ол оңай емес достар. Мен сіздерге айта бергім келмейді. Мысалы бизнес деген ол успех деп андай болады, сетевой маркетинг сияқты. Ондай емес дейді айтқым келмейді. Бизнес деген достар, көтерілесің, кейде түсіп кетесің. Жалпы бизнесмен мен жұмысшының айырмашылығы осыда. Яғни жұмысшы адам, ол команда жүрген адам, ол стабильный нәрсені жақсы көреді. Яғни 150 мың теңге айлық, сен 150 мың теңгемен жүресің болады. Ал кәсіпкер, яғни бизнесмен адам, бизнесмен адам ол кейде сен 500 мың теңге табасың күніне, кейде 5 миллион теңге табасың, кейде вообще 0 табасың, кейде вообще минустасың. Поэтому достар, кәсіп бастаймын десеңіз, осындай нәрсеге дайын тұрыңыздар. Түсінікті ғой, инсайт, яғни всегда ол бизнесте құлайсың, көтерілесің. Екінші инсайт, яғни 10-да 8. То есть сіз бір рет пробовать етесіз, конечно болмайды ол. Надо всегда пробовать. Даже Марлан Шешенбай ағамыз айтады ғой, бір рет пробовать етіп көрген кейін, мысалы ученыйлар айтады дейді, екінші рет пробовать ететін кезде 2 есе жүреді да. Түсініңіз ба? То есть қараңыз, бір рет пробовать етті, болмады, екінші рет одан да күштірек істейді. Осы инсайттар достар қолдансаңыздар, мен ойлаймын, сіздерге кәсіп бастауға осы нәрселер көмектеседі деп. Осындай формулалар. Поэтому мен бағана айтқанда YouTube'да біз ешқандай су ақпарат бермейміз. Тек қана пайдалы ақпарат, тек қана өзіміздің тәжірибеде өткен формулалар. Поэтому осындай YouTube'да дальше осындай видеолар көрем десеңіздер, дәл қазір комментарий жазып кетіңіздер. Келесі қандай видео көргіңіз келеді. Сол себепті сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, лайктар басып кетеміз достар.
Жалпы достар, бағана айтқандай, бізде 6 кәсіптің бірі ол фитнес-клуб WordClass. Осы WordClass-тың қазір тарихын қалай ашылғанын, қалай қиындықтар болғанын, соны айтатын боламыз. Кеттік. Жалпы достар, осы уақытқа дейін мен осындай әлемдік компаниямен жұмыс жасаймын деп ойламаппын. Яғни бұл нәрсеге маған кедергі болған, яғни менің миымдағы патолог. Сол себепті ешқашан өздеріңізге патолог қоймаңыздар. Яғни мен фитнес-клубты былай айтқанда достар тек қана армандайтын. Бірінші инсайт сіздерге достар, яғни ешқашан патолог қоймаңыздар. Яғни кәсіпте мысалы патолог болмау керек. Екінші нәрсе достар, армандаңыздар. Армандау арқылы дұрыс мақсат қоясыз. Дұрыс мақсат қойсаңыз, сіз оған жетудің, яғни әрекет жасайсыздар. Сол себепті достар, әрқашан өзіңіздің армандаңызды армандап, және сол нәрсеге сеніңіз. Сол кезде сіз дұрыс мақсат қоясыз. Ал дұрыс мақсат қоюды қалай қою керектігін біз сіздерге үйрететін боламыз. Біздің фитнес-клуб осы достар. Негізі көпшілік сұрайды, сіздің кабинетіңіз осы ма, неге кішкентай деген сияқты. Достар, бұл кабинетті мен басынан бастап өзім істеттім, және де осы кабинетті арнайы кішкентай қылып жасаттым. Екіншіден, бұл кабинет бізде прозрачный стеклодан жасалған, достар, барлығын көріп тұрамын. Және де бұл кабинеттің размері достар 6 квадрат. То есть ойлаңызшы, ең кішкентай кабинет компанияда менде. Және де әрбір шенеунікке осындай кеңес беремін, осындай кабинет кішкентай болсын. Яғни үлкен кабинет қажет жоқ сияқты, иә. Комната отдыхамен, туалетмен деген сияқты, ондай қажет жоқ сияқты. Сол себепті максимал түрде қарапайым болу керек. Бірінші, екінші, максимал түрде сізге прозрачный болу керек. Мынандай картиналар бар, аса үлкен нәрсе жоқ. Осы кабинет бізге жетеді. Осы кабинетте бүкіл идеялар, осы кабинетте бүкіл проекттер шығып жатыр. Жалпы WordClass фитнес-клубын ашқанымызға біздің 3 жылдай уақыт болды. Бұл WordClass фитнес-клубын ашқанымыз 2018 жылы 26 қаңтарда ашқан болатынбыз. Технический открытие, официальный открытие бізде 6 ақпан 2018 жылы болды. Жалпы фитнес-клуб WordClass ашатын кезде, қазір есіме түсіп отыр да, мен Мәскеуге 10 рет ұшып барып келгенмін ғой. Жасым 23-те, сол кезде маған орыстар айтатын, сен не үшін ашып жатсың, ол Шымкент қаласын ашуға болмайды, Шымкент қаласы әлі дайын емес деген сияқты біраз сұрақтар қойды, күмәнді сұрақтар қойды. Бірақтан да оған қарамастан, мен бағана айттым ғой достар, қайта бизнесті көру керек. Яғни бұл жерде тағы да инсайттар шығып жатыр да. Егер де көп инсайт беріп жатсам, былай айтқанда сіздер оны қолдаңыздар. Жалпы Мәскеуге 10 рет барып келген кезде мен бірінші экзамен тапсырдым, екіншісіне оларды уговаривать еттім, яғни орыстарды Шымкент қаласын ашайық деген сияқты. Олар партнер таңдайды деген. Және де маған көмектескен осы WordClass фитнес-клубын ашуға ең бірінші настойчивость. Яғни бизнесте ол нәрсе әрбір бизнесмен керек. Әр бизнесмен болам десеңіз, яғни настойчивость болыңыз. Қайта жасаудан қорықпаңыз. Және де достар, фитнес-клуб WordClass-та қазір есіме түсіп отыр. Мен журналдан байқағам да. Яғни WordClass туралы ең бірінші ақпаратты қайдан алдыңыз деп көп адам сұрайды. Журналдан байқағам. Сол журналдан арқылы зерттеп, Google-дан зерттеп, сол арқылы информация алдым. Және де менің осы WordClass фитнес-клубы ашқан себеп болған курс. Яғни мен Алматыда курс алдым. Сіздерге кейін ол туралы ақпарат беремін. Жалпы мен 17 жасында бизнес бастағаннан кейін, 2 жылдан кейін 19 жасында банкрот болдым. 19 жасында мен Асет деген серіктесім болды. Английский курс ашамыз дедік, бірақтан да өкінішке орай біздің английский курс жүрмей қалды. Сол кезде банкрот болған кезде ең бірінші мен курсқа қатысқам. Сол курста отдел продаж қалай қосу керек, отдел маркетинг қалай нағылу керек, франшизаны қалай ашу керек, франшизаның плюс-минустар сол кезде зерттеп, яғни мен біліміммен арқылы осы Мәскеудегі орыстарды уговаривать еткіздім, достар. Түсінікті ма? Сол себепті әрқашан бағана инсайттар да сол ғой, достар. Яғни білімге инвестиция салыңыз, өзіңізге инвестиция әрқашан салыңыздар. Және де бұл фитнес-клуб WordClass неге WordClass болып жатқаны, бұл негізі основной компанияның былай айтқанда успехы дейді ғой, ол команда. Яғни мен әрқашан мақтанам, ол фитнес-клуб WordClass-ның командасына, және командаға әрқашан рахмет айтам. Басқа да компаниядағы менің мықты команда бар, сол команда арқылы осындай керемет компаниялар ашып жатыр. Және де осы WordClass-ның негізі 27 жылдық тарихы бар. Ол қалай бағаны клиенттерді көбейтіп жатыр? Ол маркетингте сөз бар, яғни NPS. То есть NPS деген не ол? NPS деген довольство клиента. Және де ENPS, бағана команда. То есть
довольство сотрудников команды, иә. Осы нәрсені әрқашан ұстап отырсаңыздар өзіңіздің компанияда, сол кезде сіздің компанияңыз тек қана успехқа барады, яғни сәттілікке барады. Достар, және де осы видео сіздерге ұнаса, дәл қазір қоңыраушаны басып кетіңіз, өйткені жуырда ең бірінші біздің видеолар сіздерге шығатын болады. Осы видео тағы да ұнаса сізге лайк басыңыз, және де біздің каналға тіркеліңіздер. Өйткені достар, келесі видеоларда сіздерге керемет пайдалы лайфхактар беретін боламыз. Яғни сіз кәсіп ашқыңыз келеді, бірақтан кәсіпті қалай ашу керектігін білмесеңіз, келесі видеоларда кәсіпкерге керек құпиялар мен кеңестерді сіздерге беретін боламыз. Және келесі видеода достар, депутаттық міндеттер туралы, және де мен депутат болдым, жаңа лауазым, бірақ айлығым 0 теңге. Осы туралы сіздерге видео түсіретін боламыз. Сол себепті біздің каналға тіркеліңіз, жуырда сізді керемет видеолар күтетін болады.